Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер мынадай көзге тартымды, өте әдемі және де тез дайындалатын салаттың түрін дайындайтын боламыз. Оның аты фрунчоза, барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Алдымен фрунчозаға арналған арнайы лапшамызды ыдысымызға салып, үстіне ыссы суымызды, кипятогымызды салып, бетін жауып қоямыз 5-7 минутке. Және де сәбізімізді теркіден өткіземіз. Именно осындай теркіден өткізген дұрыс, өткені жақсы болып, әдемі болып шығады. Және де қиярымызды өткіземіз теркіден. Ешқандай да бір қиындығы жоқ. Оп-оңай салат. Қиярымызды өткізіп болған соң, перецтарымызды, бұрыштарымызды, тәтті бұрышымызды осылай жан-жағын кесіп аламыз да, соломка етіп кесеміз. Осылай соломка етіп кескенде әдемі шығады, және де салатқа әдемі көрінеді. Барлығын бір ыдысқа салып қоясыздар. Екінші, мына жасыл болгар перецін бұрышын кесеміз. Оны да дәл солай соломка қылып кесесіздер. Өте тез дайындалатын салаттың түрі. Үйге кісі келіп қалған жағдайда, қонақтарыңыз келіп қалған жағдайда осы ингредиенттер үйлеріңізде болса, міндетті түрде жасап жіберуге болады. Барлығын бір ыдысқа салып қоямыз. Енді сары болгар бұрышын кесетін боламыз. Кішкентай қылып кескен жақсы болады. Енді біздің лапшамызды арнайы душлактан өткізіп, салқын су құйып үстіне сүзіп аламыз електен. Сосын мына бағанағы овощтарымызды саламыз. Және арнайы фрунчозаға арналған приправа бар, дәмдегіш. Осыны міндетті түрде қосуларыңыз керек. Осыны қосып жақсылап тұрып араластырасыздар. Жақсылап араластырып болған соң, холодильникке 1 сағатқа қойып қойсаңыздар, ол сіңіп жақсы болып шығады. Біздің салатымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий басып отырыңыздар.